Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді, нежный сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар 400 грамм ұн, 7 ас қасық қант, 180 грамм маргарин, 1 жұмыртқа және қопсытқыш керек. Ең алдымен жұмыртқаны жарып ыдысқа саламыз, одан кейін үстіне қопсытқышты салып араластырамыз. Қант, одан кейін маргарин саламыз. Енді біртіндеп ұн салып, жұмсақ қамыр елейміз. Міне осындай қамыр елеп алдық, енді пакетке салып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Қамыр дайын болғанша начинканы дайындауға кірісеміз. Оған керек заттар 400 грамм қаймақ, 20%-лық 1 жұмыртқа және 7 ас қасық қант керек. Және 2 ас қасық ұн. Ыдысқа жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне қаймағымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Осы кезде ұн қосамыз. Енді мен бұл кремге қызғылт түсті бояғыш қосқым келіп тұр, бұл міндетті емес. Қамыр дайын болды, енді оны дөңгелектеп жаямыз. Енді формаға саламыз. Менде форма 27 сантиметр. Осылай қолмен жиектерін дұрыстап жібереміз. Жиектері шығыңқы және біркелкі болу керек. Қамыр көтеріліп кетпес үшін вилкамен осылай асып шығамыз. Үстінен дайын кремімізді құямыз. градусқа алдын ала қыздырылған пешке 20-25 минутқа саламыз. Міне осындай өте нежный, әдемі пирогымыз дайын болды. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіз, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыз. Кесіндіде осылай көрінеді, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.